Ассалаумағалейкум, сіздермен Гүлнұр ұстаза. Бүгін сіздермен 6-шы сабақты жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін әріптеріміз ғойн, айн және дәл әріпі. Енді ғойн әріппен тоқталатын болсақ, ғойн әріпі бізде жуан әріпке жатады, яғни тәфхим немесе истиғла деп те айтамыз. Истиғла дегеніміз тілдің артқы бөлігін көтеру арқылы шығатын әріп. Ендеше ғойн әріпі айтқан кезде біз тілдің артқы жағымен жұмыс жасай алуымыз керекпіз. Екіншіден, ғойн әріпі бізде жәһір әрпі. Жәһір дегеніміз, яғни анық оқылатын, таза дыбыс шығатын әріп деген сөз. Сондықтан деп таза шығарамыз. Одан кейін көп қателесетін нәрсе, бұл жерде ғойн әрпінде көбісі оны қырылдатып оқиды. Бұл қате. Ғойн әрпінде ешқандай қырылдау болмауы керек. Барынша таза. Деген ғырылдаған дыбыс шықпау керек. Ал енді бисмиллах деп бастап оқиық. Ғабы, ғибі, ғил, ғайру, бәғлу. Ғойн әрпіне мен не үшін тоқтадым? Енді жалпы сукунды әріптерде тоқтау уақыты бар. Әр әріпке біз оның сифатына қарай әртүрлі тоқтау уақытын береміз. Енді ғойн әрпі бізде рахауа сифатына ие болғандықтан біз оны барынша басқа әріптерге қараған кезде ұзағырақ ұстаймыз. Бірақ ұзақ дегеніміз ол 2 секундта емес. Сондықтан совсем көп ұстамаймыз, орташа уақыт береміз. Бәғлу, фарғу, ғабы, ғабу, мәбләғу, мәғрибу, иғлибі, иғфир, иштәғала. Неше харекет, сонша буын болады. Бізде 4 харекет бар, яғни сукунды харекет ретінде санамаймыз, сондықтан 4 буынға бөлеміз. Иштәғала, яштәғилу, истәғфара, ястәғфиру. Келесі әрпіміз бізде айн әрпі. Айн әрпі бұл да тамақтан шығатын әріп. Бағанағы ғойн әрпі бізде тамақтың үстіңгі бөлігінен шығатын болса, бұл бізде тамақтың төменгі бөлігінен шығатын әріп. Тамақтың ортасынан шығатын әріп. Яғни бізде адамның тамағында айн әрпі тура тамақтың ортасында бізде көмекей шеміршегі болады. Сол шеміршекті артқа қарай итеру арқылы. Яғни сол көмекейді итерген кезде біздің тамағымыз қысылады, сондықтан қысылып шығады. Бірақ айн әрпі бізде бәйние болғандықтан оны орташа қысамыз. Махрач жартылай ашық қалу керек. Яғни деп қысып керек емес. Бәрінше жұмсақ қысыласыз. Деп қыспай қойыңыздар, жақсы ма? Енді оқуды бастайық. Ан, яғни айн әрпіне тоқтаймыз, бірақ ғойн әрпіне тоқтағандай уақыт көп бермейміз. Оған ғойн әрпіне тоқтағаннан азырақ уақыт беріп тоқтаймыз, бірақ тоқтауға уақыт беру керек. Дей салмаймыз. Уақыт береміз. Арабу, аджаму, аджабу, амалу, илму, умру, jam'u, ja'ala, askaru, ailamu, ja'faru, анбару. Енді сіздермен ғойн және айн әріптерін
салыстыра отырып оқимыз. Ғойну, ғойну, айну, айну, бәғлу, бәғлу, бәлғу, бәлғу, бәғилә, бәғилә. Келесі әріп бізде дәл әрпі. Жалпы араб тілінде 2 д бар. Біреу жуан д болса, екіншісі жұмсақ дәл. Бүгін сіздермен біз жұмсақ дәл әрпін өтеміз. Және дәл әрпін айтқан кезде біздің тіліміздің үстіңгі бөлігі, алдыңғы үстіңгі бөлігі таңдайға тию керек. Әд, әд. Дәл әрпінде бізде қалқала сыфаты бар. Сол үшін оны сукындап айтқан кезде біз тілімізді барынша тездетіп таңдайдан түсіреміз. Әді, әді. Енді сіздермен дәл әрпін оқып айтайық. Дә, ди, ду, әді. Келесі дубы, дум, дум, дубы, дуф, руд, зид, қады, дәраса. Келесі қатар дәф'у, дәб'у, дәлку, дәһру, духну, дул, дулу, фуд, фуду, худ, худу, уш, дуды, уш, дуды. Және соңғы қатар иътәдәлә, يعتدل استرشد يسترشد يسترشد. Осымен біздің кезекті сабағымыз аяқталды. Сіздерден коммент, лайк күтемін. Және де сабақ ұнаса, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Және осы видео сіздерге пайдасын тигізіп жатса, басқа таныстарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе отырыңыз.